Тойға барады, ішіп алып дедім, шықпай қалады дедім. Айқай бола ма дедім, болады дедім. Бір көшенің бойында 3 метр сайын 19 жерінен тесілген ғой. Әкімге барсам айтады, әлі бюджетті. Мен айттым, сіз тартып бермей қойыңыз дедім, тұрып аламай қойыңыз, тракторды бермей қойыңыз дедім, экскаваторға. Мен өзім істеймін, тоқ рұқсат беріңізші дедім. Жануар Рахметұлы, назарыңызда, қазір біз Бүргемдеміз. Көшеміз біздің тарихта болмаған шығар, 19 жерінен тесілген көше екен. Құбыры судың әр тесілген сайын мына үйлерге кіріп, іргетастарын мүжіп жатыр екен. Сапасыз құбыр, сапасыз монтаж салдарынан жемқорлық көп бастысы себебі. Соның салдарынан тұрғындар зардап шегуде. Мына жерден де кетіп жатыр, қазылған көріп тұрмыз. Асфальттан асфальт қалмаған. 19 санай берсеңіздер болады. Мына жерде кетеді. Мына жерде кеткен. Бір көшенің бойы бәрі. Тротуарында кетіп бара жатыр осының кесірінен. Тротуарды көріп тұрмыз, басылып кеткен. Су тіпті жоғары қарай көтеріліп жатыр. Мінеке. Тұрғындар әкімге барыпты. Әкім біздің мәселені шешіп беріңіз. Мына үйлерінің қара іргетастарының бәрі мүжіліп, суанып, жарылып, қора қопсы үйлер қирайын деп тұр. Әкімнің жауабы 2 жыл. 2 жылсыз жасамаймыз депті. Қазір қаражат жоқ депті. Бірақ қаладана болмайтын бір сезондық гүл егуге миллиондар табылады. Алына халықтың үйлерін қорғап қалуға, сақтап қалуға ақша табылмай қалады екен. Бұл бір астары бар саясат па деп ойлаймын. Мына үйлер осылай мүжіліп құлап, сосын Астанаға айтып, мына жақта үйлер құлап жатыр деп, солардан үйлерге, тұрғындарға жаңадан ақша бөлгізіп, солардың бір бөлігін жеп қалғыларыңыз келіп жатыр ма, жандостар? Түсінбей тұрмын мен сізді. Дархан Сатыбалды. Осындай бір жоспарларыңыз бар ма? Білеміз ғой, біз ана әр жыл сайын салт дәстүр болып қалған, көктемде су асып, топан су асып, ауылдарды шайып кететін. Оның бәрінің алдын алуға болады. Бәрінен де хабардарсыздар. Тілсіз жау ол өрт, ал су қашан қайықтан келетіні, қарғанша қай жақта жауғанын бәрін білесіздер. Бұны бір сіздер май шелпек ретінде жасап алғансыздар, үйлердің қирап, соларға бөлінген ақшадан әрқайсыңыз тойып алатын түрін жасаудың, жолын жасаудың. Енді қазір көріп тұрмыз, мына бір көшенің бойында, мына жақтан бастап 19 шұңқыр, мен ана жаңағы ортасынан ғана бастадым, арғарай әлі талай бар. Әкім бәрін көріп біліп отыр, алайда экстремный жағдайларға бюджетте ақша қарастырылмапты. Кісілер көріп тұрмыз, жаңбыр болмаған, бірақ үйлеріне қарай судың кеткенін көріп тұрмыз. Гараждарына кіреді, басқасына кіреді, су солай басады. Оу. Я түсірдік. Мәслихат аппаратына келдік, хатшының машинасы тұр. Біздің беріп қойған жаңағы мәселе бойынша. Асан. Ауылда тұруға жарылып жатыр, үйімізге жүріп кетті су. Ешқайсы ешнәрсе шешпейді. Болмаса болмайды деп айтсын, басқаша қалып жасайды. Бейне және аудио жазылымдыруде Жануар Рахметұлы тағы ескеріп қойын. Бүргем ауылының тұрғындары өздеріңіз білетін шығарсыздар. Түсіндіріп берсеңіз мәселелерді. Ауылдың төмен қараған кімді білесіз ғой, жиеніңізді. Мәкенше Мантбек.
Ашмитов жүрді. Айтыңыз. Алшын. Анау не дейді? Бұрын механик болып істеген. Баяғы анау Сирғора жақтағы. Сирғора жақ бір бөлмелі мекен, курсовой поворот болды ғой Мазаровская, содан ары өтіп кеткенде ше. Көшеміз баяғы Ақбұлақ батальонасы жүргізген браковын тұрған сап кеткен, күніге көргеніміз мынау. Не ол? Неге сап кеткен? Су жарылып водоканал тартқан Ақбұлақ батальонасы. Бір көшенің бойында 3 метр сайын 19 жерінен тесілген ғой. Ол кісілер әкімдікке барыпты, Тасов 2 жылдан кейін ғана жасап береміз депті. Енді мен айтамын да, қаражатты қарастыратын ол кісі емес қой, сіздер ғой деймін да, сол сіздердің пікірлеріңізді білу керек. Жалпы проблемамен таныссыздар ма, таныс емессіздер ме? Мен бірінші естіп отырмын осы. 2 жыл болды ғой мәселемен қозғалып жүргенімізде. Әлі бір ақша бөлініпті бұл жерде. Сонда не болды сонда? Кеше ғана істеп кеттім. Ол қабылануында ол ең концевой жақ. Суды ашқаннан кейін енді любой нәрсе бар тіреледі ғой бір тупикке. Сосын давление шыдамайды да шлангын жарып жібере береді. Ашсай су. Қабыланудан машинаға апарып келіп қояйықшы, көріңізші, көзіңізбен. Оны барып көреміз ғой, онда тұрған сөз жоқ. Қазір бірінші мына жағдайдың обстановканы біліп алайық деп жатыр. Жоқ, Ашсай су әңгіме жоқ, күнде келеді, жасайды. Бірақ күнде дәл сол жерлер қайттан жарыла береді. Оны кішкентай мынандай 20 сантиметр жөндеп кетеді да, оны толыққанды сол линияны ауыстыру керек та. Бұл кісілер өздеріңіз айтып өтсеңіздерші, алдында жаңағы 3 жылға дейін осы құбыр келгенге дейін өздеріңіз құбыр жүргізгенсіздер ғой. Кімді қабыл? Әкімге барғанбыз, әкімге барсақ айтады, ояққа дейді, не бюджет әлі қаралған жоқ. Бюджет ақша. Қай жылдар бұл? Сосын кейін 2018-де өзіміз ауыл болып ақша жинадық. Үймей. Әкімге барсам айтады, әлі бюджетті. Мен айттым, сіз тартып бермей қойыңыз, тұрып аламай қойыңыз, тракторге бермей қойыңыз, экскаваторға. Мен өзім істейін, тоқ рұқсат беріңізші дедім. Бұрын қайыққа ішіп жүріңдер. Бұрын дедім, экспедиция қазбайды ғой өзіңіз Кентаудың тұрғынысыз. Әр жерде қазып шақты бар кезде, қайерде су бар, қайерде бір нәрсе іздейтін де қазба байлық бар. Сойыл қазып кеткен, сөйтіп заңғыш кетіп кеткен. Кейіннен сарқады ғой, шақтың тапит етті. Тапит еткен екен болды, су қайқа барады уже, баратын жері жоқ. Қазған тұрғанның бәрінен, артизанның бәрінен су шықты. Содан ішіп отқанбыз. Кейіннен енді бала ғой енді, ішіне тастаған, бастаған, көзі жабылған. Сосын мен кірдік қой, мәкенді ертіп алып, жаңа ауылдың аңды ішіп отпалады. Сөйтсем айтады, біз оны дейді, компреспен тазалайық дейді. Сосын мен айттым, оны дедім, 60-70 жылдар қазған дедім. Уже 30-40 жыл болған дедім. Әлгі бұрынғының сөзі бар дедім, өзіңнен зор келсе, екі көзің тең келеді деген. Компреспен 12-13 атмосферамен үресін дедім. Шіріп тұрған шұрма бір жерінен тесіп шығады, сосын су басқа жиналамай кетеді, біз о күйімізге зар боламыз дедім. Сосын мен айттым, біз о күйімізге зар боламыз дедім. Онда деді, әкім ойланып отырып, оны деді, басына қояйық деді. Мастерлерін де шақырыңдар, бәрін шақырыңдар, қазір кесін. Қабыландым, сосын айтты да, әкім айтты, әкім. Оны деді, біз деді, басына қояйық деді. Сөйтіп ананы суды соған кашет етіп деді, сосын самотекқа үймей тартып берейік деді. Мен айттым, мақұл дедім, оған свет керек дедім, оған насос керек дедім, оған кашет етіп тұратын адам керек дедім. Онда деді, водовозбен тасиық деді. Інім дедім, сен водовозбен тасып бересің дедім. Bir күні водовоз шофері тойға барады, ішіп алып дедім, шықпай қалады дедім. Айқай бола ма дедім, болады дедім. Водовоз бұзылады дедім, или водовозда күніге бензин керек дедім. Шоферге ақша төлеу керек дедім. Айнала берсе рұқсат берсін, өзім тартып алам дедім. Ол кезде водоканалдың бастығы. Пәтерге тасып ал деді, тартып ал деді. Міне отыр жігіттер. Үйме 50 мыңнан шығардық. Сөйтіп труба алдық, экскаваторды әкелдім, сөйтіп экскаватор айтты, 150 мыңға қазам деді. Сен круглый қылдап 100 мыңға қаз дедім. 3 күнде қазып та берді кетті. Водоканалға бардым, дайын дедім, қазып қойдық дедім, трубаны әкелдік дедім. Енді құрып бер десем, ана Мұхтар дегенді білесің. Найман пенсияға кетті. Ол айтады, мен дейді, бармайым да шаш істемеймін деді, мен только задвижканы ашуға барам деді. Мен дедім, тартып дедім, задвижка қойсақ, ашуды мен өзім де білем дедім. Түркістаннан өзбектер жалдап алып келдім, 30 мың бердім, 20 мыңға задвижка алдық. Екі өзінің қасынан кішкене жалғатты, берді кетті. Бардым Мұхтарға айттым, аш задвижканы дедім. Үймей өздері 2,5 мыңнан счетчик алып өздері қояды дедім. Кел, буламбыла дедім. Міне отыр, буламбылап кетті. 1,5 жыл іштік, інім. Bir жер жарылған жоқ. Сол Ақбұлақ базарына тартатын болды ғой, мен айттым, Ақбұлақ базарламасының керегі жоқ дедім. Әр жерден естім ғой, жарылып жатыр дедім. Макен жаңағы макен, сөзіңнің сенің. Ертең оны
Ақбұлақ бағдарламасы тартпаған екен, асу өзен жасамайды, технический асуын жасамайды. Тартқызымдан деді, енді көресің көріп отыр. Мен не айттым дедім сізге. Мен жетіспестікпен тартқан дедім, ауылдағы 20 үйге мынадан жетіп тұрған дедім. Агросуғарбада жетіп тұрған дедім. Ал енді Ақбұлақ бағдарламасымен суғар енді дедім. Міне мұны. Қазір енді Уақыт өтті, арада Ашсай су мекемесінің басшысы келді, тұрғындар, маслихаттың төрағасы, бірге бір мәмілеге келдік. Жаңағы Ашсай судың басшысы уәде берді, бір 2 апта, 3 аптаның ішінде шамамен ешқандай бюрократиясыз ақша бөлінгенін күтпей өздерінің қаражаттарына, мына ауылдың тұрғындарына түсіністікпен қарап, қол ұштарын созатынын, мүмкіндігінше ауылдықтардың жағдайларын жасауға. Негізіне келсек, Ашсай су жаңа құбырлар жүргізген деп ойлап қалуларыңыз мүмкін. Оны басқа фирма, мердігер қалай осы салып кеткен. Мен бар кезде тұрса ол, мен жоқ кезде су басса бассын, топан су деп кеткен болатын. Оны қабылдаған біздің әкімдік. Алдыңғы депутаттар болатын, соны қабылдаған. Оларды Алла жазасын берсін дейміз. Енді алдағы уақытта 2 апта дейді, 1 айдан кейін хабардар ететін боламын. Жаңағы ауылға барып тұрғындардың пікірін толыққанды естіп, тыңдап білетін боласыздар, мәселе шешілмеді. Байланыста боламыз, Жанболат Рахметов.